Алла Таala берем десе ешкімден сұрабайды. Ниетке жараша бізге береді. Ниетіміз оңдойлы, амалымыз оңдойлы, мүнөзүбүз оңдойлы, пейілімізді, көзқарашыбыз оңдойлы. Туғандар, біреуге арам ойлабойлы, жаман қалабайлы, біреуге қиыншылық келсе сүйінбейлі. Ал мұсылмандың адаты емес, мұсылмандың сыпаты емес. Мұсылмандың адаты қандай? Пайда жеткереді, жақсылық қалайды, қайғысын бөлішеді. Мұсылман мына, мұсылман адам дайыма пайда жеткерем деп жашайды. Өліп атып дағы пайда жеткерем дейді. Сахабалар өліп атып дағы екінші адамды үйретіле. Ошоға су бер, ушun қиналып атат деп. Туғандар, мұсылман адам бір адамға жамандық қалабайды.